Сәлеметсіз, ғылым таппай мақтанба. Демеушіміз болашақ Астана. Егер сен сабақ десең, онда жұмыс дейсің. Енді сен үлес десең, онда ақша дейсің. Егер сен ақша десең, шығындарды көп ойлайсың. Ай-ай-ай-ай. Ал біз береміз. Бізден әрәр. Әфәдем өлеңнің бытшын шығардыңдар ғой? Мақыл, әндерің жақсы, сөздерің түсініксіз, боссыңдар. Ойба, бізді босатып жіберетіндей біз не саған? Итпіз ба не? Бұрын кім едің? Мен адаммын? Енді адамша айттым ғой, боссыңдар. Босатып жіберетіндей біздің әдемілігімізге жараспасаң, кінәлеме шығарымыз айналайын, а? Білеміз ғой сендердің қандай әдем болатындарыңды. Мен тұрып алып, айнаға қарап беттерің әдемі қыздың суретін саласыңдар. Хей, ырылдайсың қаппайсың, бізден артығын таппайсың. Таптым. Қысылмай кешегіде үйдегідей жүре беріңдер кеп. Сонда, мұна қыздардың бізден қай жері артық? Сен нашар ойнаймын десем, тіпті көзің нашар көреді екен ғой, Жоқ, сен мына қыздардың қай жері артық екен көрмей тұрсың ба сонда? Қыздарыңнан ойнай бер, біз өзімізге жігіт тауып аладық. Қос деген. Қыздар! Красавчик! Сонда 4 қыз болып шығасыңдар ма не? Мынауың айналайын еркек бар қошыма? Сен маған айттырсың ба сол сөзді? Иә. Сен менің еркектік намысымды таптың. Еркектік намысымды таптың. Зама, тұсыңа қағып замашы. Тош деген ер намысы қасы ештеңе емес қой. Кім мынау? Нұрболхан, сен танымайсың ба не оны? Кім? Ей, былтырғы жылғы чемпион Данияр ғой. Айналайын, бұлай чемпион болмай қойдым, айналайын. Сен былтыр нормальный сақтен ғой, биыл не бұзылып кеткесің ба? Астана бұзады оқырсың. Анамда ғылма, уақыт жоқ қойшы екен. Не қарайсың, що қарайсың, маған қарап ұнамайсың ба? Кішкене дұрыстап сөйлесең болады, кішкене шықты манарға бірден ұрсуға боламазы, алдында тұрған адам ба, маймыл ма? Маймыл екеніз білеміз, бетімізге басу керек па соны? Не мына киіп алған үстіңе? Кием. Не мынау? Мынау киім екен біліп тұрмын, не мынау? Бұл ауылдан келген екен ғана мынау түсінбей. Менің әдемілеп қиып ал. Кастрөліңді қасына тақ қой, түсіндің бе? Айта бер. Бұны стиль дейді. 21 ғасырдың жігіттерінің айтуы бойынша, дәл осындай болып киіну, корей фильмдерін қарау, және осындай корейский вариантта жүріп, және қасы кішкентай күшік ертіп жүру керек. Кәнем күшігің. Міне тұр ғой, көзің көрмей ме? Күшік не? Айналайын, сен мына кәрістің сериалдарын емес, ана қазақтың киносын көрсең, мынандай халге жетпесең, сен білесің ба? Қазақтың фильмі? Иә? Сымылда Құдай сақтасын. Ja, айта бер. Онда қошатағыдай жүрсеш, басыңа газет теріп ал. Басыңа газет. Сосын гамазыңды мына жерге шейін көтеріп ал.
Нұрболхан қайда бара жатсың деп, Моншаға бара жатырмын деп, солай. Құдай сақтасын. Сен бірінші бар ғой, мені киіме тиіспес бұрын бар ғой, сен өзге дұрыстап қарап ал, түсінді ме? Айта бер, не болыпты? Мына костюмің түсі мен, мына галстугың түсі саған не идиот? Идиот. Идиот болсаң, идиот шығасың, ал келмейтін саған. Қандай түс келеді ал? Саған андай түстер келеді бар ғой? Қандай? Подумала и ойладым, короче, бар ғой. Так, осылай түстер келеді саған. Андай, саудан құлап кетасың да, шош оянып кетесің. Көп сөзді доғар, бүгін жартылай финал, қыздарыңмен не дайындап келдің ал? Бәрін дайындап келдім. Давай. Көрсетейін ба? Көрсет. Қыздар! Бәрін дайындап келдім. Сіңілім? Сіңілім дейтін маған нан алып беріп едің? Мақыл. Ақшаға мен жұтырып бердім. Залды босата тұр, мен қыздармен сөйлесіп алайын. Мен кетейін ба не? Кете бер, боссың. Нұрболхан. Боссың. Шамал Фрой. Боссың. Боссың. Ладно, тұрғызбасам тұрғызбай қой. Кетті қыздар репетицияға. Не болды? Біреудің қаңсығы, біреуге таңсық деген бөтен жігіт көрбеңдер, көзден жайнап кетті ғой. Құдай сақтасын ондайдан. Қазіргі жігіттер депутат сияқты. Басында киім сүйіп, үйренем деп уәде береді да, соңында құлақтан теуіп лақтырып кетеді. Дұрыс қой, депутат деген халықтың адамы ғой, әркіммен жұмыс істеу керек қой. Болар елдің баласы бірін-бірі батыр дейді. Болмас елдің баласы бірін-бірін қатын дейді. Екінші жол дұрыс. Алда аламызда алда кетер, төртеусіге болса, төбеде келер дейді. Атам қазақ. Сен атаң аузын тігіп тастау керек еді. Әй, тиісті қызыма, айта берсін. Айта бер қызым, айта бер. Өзің ба? Атаң ертіп келейін дедің бе енді ойындарға? Есін аға, ойынның соңында айтамыз, жартылай финал енді бүгін енді. Білмеймін, кішкентай қыздармен ойнап жатырмын, енді Құдай өз кешірсін. Басқа командалар жақсылап дайындалып келген енді, білмеймін, енді Құдай қаласа финалға өтсек па деген ой бар енді. Енді дайындығымызды да кішкене көріп тұрсыз енді. Енді мақыл финалға өтпесе өтпей ақ қой, бірақ ренжімеймін, бірақ қарғайтын шығар, мен ренжімеймін, бірақ ше. Енді сол мынау ойынның соңында айтайын деген сынақ алғысы бар ма? Болды, поклон. Демеушіміз болашақ командасы жеке шаруашылық серіктестік SC Food компаниясының бас директоры Бақтыбаев Мақсұт